адамның ақ-қарасын ажыратамайды. Барлық адамға сене береді. Өйткені өзі ақкөңіл сенгіш та, өз сияқты ойлайды. Сөйтіп сеніп қалады адамға. Біреу кредит әперші, мен саған жауап беремін, бүйтем сөйтем десе, соған сеніп кредит әпере салады. Сосын ол ақырында алдап лақтырып кетеді да, өзі сосын қиналып кредит төлеп жүреді. Осындай бар ма араларыңызда? Ол дегеніңіз мына алтыншы энергия қуат көзіңіз, маңдайдағы үшінші көз деп айтамыз, мына ортадағы жабылып қалған. Яғни өмірдің ақ-қарасын ажыратамайды, адамдардың ақ-қарасын ажырата алмайды, алданып қала береді. Сол энергия қуат көз жабылғанда сондай мәселе болады. Мен ортасынан бастап кеттім, кешірім сұраймын, жаңа клиенттің несіне байланысты ештеңе етпейді, орын ауысқанмен деп ойлаймын, айтып бере беремін, иә. Сіздерге ұнап жатыр ма, пайдалы болып жатыр ма? Давайте бәріңіз пайдалы болса подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, поделиться етіңіздер эфирді, комментарий жазыңыздар, от шоқ белгісін қойыңыздар, кәне от души, аямай, тегін ғой бәрі, құрметті оқырмандар. Мен сіздерге өзім қаншама теңгеге сатып алған білімді тегін беріп жатырмын, Алла разылығы үшін, сіздерге пайдалы болайын деп. Енді сіздер де маған энергия беріп қойыңыздар, энергия обмен болсын, иә? Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, 96 адам көріп тұрмын. Барлықтарыңызға өтініш, қазір маған 96 адам, 97 адам тиктокқа подписка жасаңыздар, Алла разылығы үшін, давайте. Давайте подписка жасап қойыңыздар, лайк басыңыздар, поделиться етіңіздер. Молодцы, Алла разы болсын, жазылып жатқандарға Алла разы болсын. Энергия обмен бірдей болу керек, иә? Мен сіздерге пайдалы, өзім бәленбай ақшаға сатып алған біліммен бөлісіп жатырмын. А сіздер маған үндемей отырмай, подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, окей? Қараңыздар, 6-шыны айттым, жабылғанда қандай проблема болады, иә? Енді 7-ші еңбек. Еңбек, мына баланың еңбегі болады, кішкентай кезде туылғанда бұлқылдап тұрады ғой, басылмай, баспай өзі кіріп шығып тұрады, демалғанда. Сонда баланың еңбегі қатпаған әлі